Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қазір мен Алатау ауданындағы халыққа қызмет көрсету орталығына кіріп шығып келе жатырмын. Бір сағаттай отырып бақыладым, адамдар қандай қызмет алады екен, қандай мәселемен келеді екен деп бақылап отырсам, барлығы болмашы нәрсе үшін осы жерде кәдімгі сағаттап кезекте тұр. Наркологиялық ұйымнан анықтама, соттылығының болу болмау туралы анықтама, ЕЦП кілтін алу, барлығы осындай проблема ғой. Енді сол үшін жұмыстан сұранудың, осы жерге келудің, жаңағы жүйкені тоздырудың ешқандай қажеттілігі жоқ, негізі бар ғой. 800-ден астам қызметтің түрін бізге қажетті ең негізгі деген барлығын егов мобайлға, енді одан кейін егов порталындағы egov.kz дейтін порталға салып қойған. Өзіңіздің ЕЦП кілтіңізбен кіресіз, немесе бір реттік парольді жазасыз да, сол жерден өзіңіз ала бересіз. Негізі сондай мәселе ғой. Бірақ бізде көп адам әлі түсінбей жатыр соны. Нығметтерді сезіне алмаудың өзі, білмеймін енді, не деуге болады. Пайдалану керек. Бізді кедергіге алып келетін нәрсе ол ой қош өздері істеп берсін деген нәрсе сияқты. Өзіміз талпынбайтын сияқтымыз. Сәл әрекет етсең, мысалы 10-шы қатарға шығу үшін бірінші қабаттан бастайсың ғой. Бірден 10-шы қабатқа секіргіміз келетін сияқты. Ал ол үшін қаншама қиындықтар бар. Сондықтан да еговқа байланысты менің видео сабақтарым бар. Көріңіздер, сіздер үшін арнайы түсірдім, уақытымда арнап үйреніп алыңыздар. Телефонмен кіресіз, менің YouTube каналыма кіресіз, немесе менің Instagram аккаунтыма кіресіз. Осылардың барлығын мен түсіндірдім сіздер үшін. Қиналмасынша осы жерге келіп, қанша апаларымыз, әжелеріміз, жас балалар жүр ғой. Ол жас балалар не қылып жүр, ол жерде мүлдем келмеу керек қой. Үйде отырып, ұялы телефон бар, 500 мың, 600 мыңға айфондарды алып аласыздар да. Соны суретке түсіргенде мәз болып жүресіздер. Енді оның ақысын дұрыстап беру керек қой. Алғаннан кейін осындай қызметтерге пайдалану керек. Егер ол сізге қызмет көрсетпейтін болса, ол сізге керек емес. Зачем оған ақшаны құртасыз? Сырап. Ал енді қолыңызда бар ма? Оны пайдаланыңыз жақсылап отырып. Сондықтан да болмайтын нәрсе үшін халыққа қызмет көрсету орталығына соңға келе бермеңіздер. Қазір праваны онлайн алуға болады. Көлікті есепке қою, шығару, сату деген вообще проблема емес, қазір 5 минутта шешіледі. Соңға бармасаңыз да болады. Ерінсеңіз 2000 теңге жаңағы қызмет ақысын төлейсіз, үйіңізге жеткізіп береді. Жеке куәлікті де ауыстыруға болады, паспортты да ауыстыруға болады. Құдай-ау, не жоқ, барлығы онлайн қазір. Онлайн өмірге өтетін кез келді, тіпті өтіп бара жатыр. Көп адам қалып бара жатыр. Сондықтан да иншалла менің YouTube каналымды бақылап жүріңіздер. Бір рет көріп қойыңыз, мүмкін қазір пайдаланбайтын шығарсыз, ертең оны міндетті түрде пайдаланасыз. Сол кезде, мына жерде бар еді ғой дейсіз да, кіресіз да, көре саласыздар. Сол айтайын дегенім. Сол менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Білмесеңіздер, сұраңыздар. Мен міндетті түрде жауап берем. Байқасаңыздар, комментарийға үнемі жауап беріп отырам. Бір сөзбен айтқанда, осындай бір тегін дүниелер бар, кеңес. Елдер оны ақшаға сатып жатыр. Ал енді біз Алла разылығы үшін соны көрсетіп жатырмыз. Сұраңыздар, мен сол мәселені түсіріп салам, иншалла. Ассалаумағалейкум.